биыл емтиханның 2023 жылғы бірінші турында болған есеп. Суретте тең қабырғалы 3 бұрыш, тіктөртбұрыш және шаршы бейнеленген. Шаршының ұзындығы 12 см болса, тіктөртбұрыштың енін табыңыз. Ені ол мына жер. Дұрыс па? Фигуралардың периметрлері өзара тең. Пауза қосып өз күшіңізбен шарып көріңіз. Мен сізді шығар деп ойлаймын. Енді есепті қалай шығару керек екенін көрейік. Сізде дұрыс жауап дайын болса, пікірге жаза беріңіз. Мына шаршының бір қабырғасы берілген. Шаршы деп атайып тұрғасын, шаршының барлық қабырғасы тең. Онда мына жер, бәрі де 12-ге тең. Шаршының периметрі нешеге тең? Ол бір қабырғасын 4-ке көйткенмен тең. Бір қабырғасы 12, 12-ні 4-ке көйтсек 48 болады. Мына шаршының периметр 48. А бізге айтады, фигуралардың периметрі өзара тең. Мына 3 бұрыште 48, мына тіктөртбұрыште 48 болған екен. Сонымен қатар 3 бұрыш қандай дейді? Тең қабырғалы, яғни барлық қабырғасы тең. Мына қабырғасы А болса, мына қабырғасы А, мына қабырғасы А. Сонда біз 3 бұрыштың бір қабырғасын табу үшін біз білеміз оны, 3 қабырғасы өзара тең болғасын, 3 қабырғасын қосайық. Периметр ол бізде 48 тең, сонда 3А. А-ның өзін тапсақ 48 3-ке бөлеміз. А тең болады 16. Яғни мына әрбір қабырғасы неге тең болып тұр? 16-ға тең болып тұр. Егер тіктөртбұрыштың мына қабырғасы 16 болса, онда мына қабырғасы да 16. Мына қабырғасы X болса, мына қабырғасы да X. Онда біз тіктөртбұрыштың енін таба аламыз. Тіктөртбұрыштың формасы қалай бізде? Ұзындығы қосылған ені көбейтілген 2-ге тең. Дұрыс па? Периметр бізде 48. 2-ні 16 өтсек 32, қосылған 2x. 32 теңдіктің сол жағында минус болып барады. 48 32 болады 16, 16 тең 2x. X табу үшін 16-ны 2-ге бөлеміз. 16 2-ге бөлсек 8 см шығады. Сонда мына тіктөртбұрыштың ені 8 см-ге тең. Суретте көрсетілгендей тіктөртбұрышты бір бүктеп қойды. Пайда болған бұрыш X-ті табыңыз. Мына жердегі пайда болған бұрыш ол 24 градус. Алдымен өз күшіңізбен шығарып көріңіз. Бұндай есеп сізге келді ме? Немесе осыған ұқсас басқаша есеп келді ме? Сіз қай қадам тапсырып жатырсыз, бізге төменге ақпарат қалдырсаңыз болады. Мен сізді өз күшіммен шығарды деп ойлаймын. Енді мына есепке алайық. Қараңыз, бұл басында бір тіктөртбұрыш болды. Оны бір бүктеп қойды. Егер біз оны қайтадан өз орнына әкелсек, не болады? Қайтадан өз орнына әкелсек, бізде осылай тіктөртбұрыш пайда болады. Дұрыс па? Мына нүкте ол мына жерге келеді. Мына қабырға ол мына қабырға, мына жерде пайда болған қабырға ол мына жерде тұр. Егер қайырылғаннан кейін мына бұрыш X болса, ол қайырылғанға дейін де мына жер X болады. Ал біз білеміз, кез келген тіктөртбұрыштың бұрыштары 90-90 градустан. Сонда 24 қосылған X 90 градусты беру қажет. X-ке X қоссақ 2X 90 тұра береді. 24 минус болып барады. 2X тең болады 66. X тең болады 66 бөлінген 2. X тең болады 33 градус. Егер сізде тестте 33 градусты белгіленген болсаңыз, онда сізге плюс 4 ұпай. Кешегі емтиханда біздің курс сатып алған, біздің орталықта оқыған барлық оқушыға тест сондай оңай болған. Себебі біз үйреткен материалдың барлығы сол шынайы тестте келген. Егер сіз екінші турға дайындап жүрген болсаңыз, екінші турдан да жоғары ұпай жинап, сол мектептің оқушысы атанғыңыз келсе, бізге төменге жазыңыз, курсты сатып алыңыз, биыл оқушысы атаныңыз.